ассалаумағалейкум жігіттер. Балыққа бағаларын көрсеңіздер. Қай қалада бар бұндай айтыңыздаршы. Ешқандай қалаға да жоқ, мемлекетте де жоқ. Баға ма? Жақсы достар, мынау Шымкент қаласына кіріп жатқан кезде остановка Нұр жақта. Балық кетіп баратырмыз жігіттер. Досқали қалай, Досқали? Айналайын көрмей қалсың артында. Өзім тап бар еді. Астар кетті. Ошын бұл жолы қазір енді бірінші күн ғой енді. 2 күн кетіп барадық. 15 мыңға шашлик алдық. Шашликтер нақта 15 мыңға бензин құйдық. Енді 15 мыңға су пу, жоғдан самса-памса ұрып бағамыз ғой тоғаса. Арнамыздан алыстамаңыздар жігіттер, лайк басып қолдап кетіңіздер. Шаршамаңыздар. Түнгі сағат 11:36 өзіміздің жақсы көретін заводтың астына келдік. Мынандай жайттар обязательно күтіп алады бізді. Содан кейін мына жақта бір кісілер жазады. Не бұл өздерін жинап кетпейтін. Біз тек жинау үшін келедігіміз да, демалу үшін емес. Неге әркім өз үшін жинамайды осыны? Мына мысалы кімге керек мынау? Айтыңыздаршы. Қазір егер жігіттер келсін. Солардан қабыл жинайық енді. Амал жоқ, өзіміз отырамыз. Осыны ой, ата унитаздың қабына не кетті. Қашасқар. Унитаз алып келген. Шауырған унитаздың қабымен алып кетті. Ана, шашлигіміз, құдай қаласа. Осыны дайындық мощный. Міне Ербол бауырымыз. Ей! Не алдың? Міне Ербол шығарды бәріне деп ютуб қаза барым ғой. 200 кило алып деп. Жоқ па? Сен мақұшатын ең бірінші бастаған. Силикон ба? Біреу мешет өтсе, біреу мешет өтсе. Наға қайыр жүрсін да? Ана бұрқ өтіп шығып кетші. Ана несісін әлі тапты да? Не қарай бұрдың деп айттым ғой. Сен ақтырдың ба бұны? Мен өзім ақтырамын, шығарып. Өзім қайтына ақтыра салам да. Жақ бәрі десе. Қашып кетті, жігіттер қашып кетті. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум армысыз қазақ елі. Шардара су қоймасы 27 қыркүйек. Бүгін балыққа кезекті демалысқа келіп қалдық. Жігіттер, дүкеніміз бүгін ашық болады. Сіздерге Шурик деген бауырымыз жұмыс істейтін болады. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 18:00-ге дейін. Қазіргі таңда түнде келдік. Аса қатты ірі балық шыққан жоқ. Айтпақшы қуанышты жаңалық. Үш аяқ ротботқа түсінбедім. Өзімнің баяғы түсінетін ротботымды қайтадан алдырттым. Жаңа ротбот. Батбокс деп аталатын сигнализаторымыз. Және свингеріміз. Сақадай тайттыр. Картошкаларымыз Каденза. Аяқтарымыз 2 кайда Новес и Икарус. Бізге комитетіге арналған салкет аяғымыз. Барлық нәрселерді көріп жатырмын. Қазір тексеріп бойлдар, роботтар. Аса қатты ірі балық шыққан жоқ. Болып жатса салатын боламыз. Бүгін күндерін сәтті өтсін. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум жігіттер. Аллаңызға шаршамай шалдықпай жүрсіздер ма? Кезекті демалысқа келіп қалдық жігіттер. Шардара су қоймасы. Түнде келдік. Жағасы деген енді қоқысқа тоғалау болды. Жинадым біраз. Қолын күйге жинажайы. Егер жігіттерге айтып жібердім. Таңертең қабақ берсеңіздер салып береміз деп. Толқында суда өз-өзін тазалап жатыр. Қараңыздар. Мысалы көбісі мұсырларды қапқа салуға ерінетін олар қазып көміп тастайды ғой. Бұл толқын су келгеннен кейін құм ұрады. Астында мұсырлар бәрі шығады. Сынылар мұсырлардың бәрі шығып жатыр. Табиғатты өз-өзін тазалап жатыр айналайын. Қайтсын. Кезекті балыққа келіп қалдық. Отырмын. Кафе монтаждарымен 2 инлайн, 2 скользящиймен отырмын. Что-то тыныш пока. Енді макушатын салып көремін. Өткені соны өткенде карфе монтаж жұмыс істемеген кезде макушатник салып жақсы ұстаған еді. Нәтиже болған еді. Мынаған лаха монтаж бар еді менде. Соны салып құрбаққа ұстап алдым түнде.
Соқыр бақан зақ қойдым. Бір рет жақсы тартты, бірақ не татқан білмеймін. Кейінде тағы бір рет қимылдады. Азиз алып тартып көріп еді. Онша ұрмады. Жоқ, ештеңе жоқ. Сол ағайындар кезек демалыс келіп қалдық. Азиздің көлігі яқын Жетісайдан Молыстың балалары келді. 093 деген Ербол деген бауырымыз келді. Стоматологта жұмыс істейді жігіттер. Өзіміздің көлігіміз осы көптен келдік, біраздан бір білесіздер. Менің палаткам біраз болды, оны алып шықпағалы. Соңғы рет 3 тесікті алып шықтым. Жағасын бәрін құммен көміп тастадым. Ары бері қалып кеткен, ары бетін көміп көрді. Бірақ мынандай жайттар ше. Мынандай жайттар бізді күтіп алады. Сосын астына бір көкелерін жазады комментарияға. Айналаны тазалап отырмайсың ме деп. Біреу шашады, біз тазалаймыз. Мына мусор менікі емес. Бірақ табиғат менікі да. Табиғат менікі, оған кейін тазалаймыз. Көрдіңіздер ме? Табиғаттың өз-өзін тазалап отыр. Еш шығарып тастайық бұл да. Бұған да керек емес қоқыс деген. Ешкімге керек емес қоқыс. Майда балықтар түсіп отыр, үлкен балық жоқ әзірше. Тып-тыныш болып тұр. Үлкен балықтар түсіп отсақ да қалса. Бүгін енді балалар көп айттым. Үлкен балық түсіп отса салайық, түсірейік деп. Мұздай суды шеп-шеп тамақ деген қайрылып қалды. Тамақтардың бәрін басын ауыстырып шығамыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Тамақтарды бір ауыстырып қояйық. Kımsın, arumsın. Mандай әдем монтаж құрмады. Не болған екен? Саусаққа едім жоқ қой меніңше. Çay laktırıp oldu. Masakka geldim yok. Kalmaklarında.
Ойбай. Так. Тыныш, саусаққа кетіні жоқ. Қатты лақтырамай ағынан. Шам үйреніп қалыппын апайчикке. Мал жоқ. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңыз қалай? Осындай инлайн монтажбен осындай бургерлер істеп жатырмыз. Екінші тигровый орех. Диптен сеуіп атын аямай. Қазір қалса үлкен балыққа әрекет жасап жатырмыз. Бакушатың сағандарға бір 700-800 грамның сазандар түсіп жатыр. Қарастары, бірақ аса үлкен балықтар жоқ. Әрекет жасап жатырмыз. Толқын басталды таңертең. Зор болып тұрмын погода. Әлде футболмен жүрміз. Бүгін күн жанатын сияқты енді. Демалыстарыңыз сәтті өтсін жігіттер. Біз балықтамыз, дүкеніміз ашық. Таңғы 9-дан бастап хабарласып келе беріңіздер. Біз жақта сазан жоқ, бірақ сазандар ұстайтын ерболдар бар. Чисто Сардара. Ешек те жоқ кәдімгідей. Алдымды сетіп қойып тастапты. Егер бола звондап айттым. Папамдан ма? Папаммен барамын деп. Ана жақта бар. Негізі кеше алдыңда жақсы екен ғой шеден, именно кеше. Қит болып кеткен, 100 бен 120-ның арасында комитет едесің, 5 жылдан барасында деп осы жерде жіберген ғой маған. Бір орын жеріп тұратын балдар бар еді, соға жіберген ғой. 60 сазанмен суретке түсіп. Ағылшын тыныш болып тұр қазір. Ассалаумағалейкум жігіттер, заводтың астынан орын ауыстырдық. Қызыл вагондамыз. Қызыл вагондағы адамдарды қараңыздар. Орын жоқ. Дейді өлім болады. Қараңыздар. Деген яма екен олар қызыл вагон, я? Деген ямаларына қараңыздар. Бас. Аналар ашық емес, отырып алып отырған көзге. Балқыз асып көшірді болып отыр ғой. Марганет.
Кешер, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Шаршамай жүрсіздер ме, қалайсыздар? Ұйқы деген қысып тұр, түнде онша ұйықтамадым. Заводтың астында отырдық, онша болмаса соң тағы басқа жерді көріп қайтайық деп, бір 3-4 сағатта жүріп қалдық қайтадан. Палаталер қайт құрастыру керек, осыны тірлігі қойып тұр ше. Сол ротботын шығарып, 4 қармағын қоп қойдым, 390-дық таяқтар. Сол плака балық чиктер түсіп отыр. Досқали бір 2 жөн саптады, маған түскен жоқ әлі. Паровоздар болып отыр, бірақ жоқ болып кетіп отыр. Алдымызда малектар ұрып отыр жаман. Яқтан тағы балдар келді. Жаман сөздер естіліп қалса ренжімейсіздер енді. Досқали шығарып отыр, Досқали міне. Дастан шақырылар. О! Қарас, қиналғанда қарас. Өзін жинайын десе. Налар жиналам дегенше. Налар жиналам дегенше. Видеоға? Дастан шақырылар деп айттым ғой. Бауырлар, біз қайттық. Балық онша болмады. Заводтың асты көстейіп кетті. Өзіміздің зор орнымыз бар еді. Ол жерде бір күн ештеңе таппайды. Екінші күн басқа жерге ауыстырдық. Видеокамераны шығарғым да келмей қалды. Кармет еттім де келмей қалды. Осыны қайттық. Шардарадағы үлкен магазин екен, зор магазин екен. Сол жерден су алып қайтып баратырмыз достар. Жақсы, аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз бұмен әлі тоқтамаймыз. Кейде батты, кейде жай деген сияқты болады. Енді жоқ емес, балық бар ғой. 40 шақты қарас ұстады балалар. Қарас жақсы көрінді. Қуырып жедік. Сондай болды. Жақсы достар, аман болыңыздар. Бірақ үлкен трофейлер, чиктер болды, енді трофейлер болмады.